Ассалаумағалейкум достар, көптен бері кітап алғанды түсірмеп едім. Ихтисас академиясын бітіргеннен кейін мүлдем түсірмедім. Одан кейін де біраз кітаптар алғам, негізі біразын елге жібердім, біразын өзімде. Бүгін де өткенде заказ берген кітап бүгін келді, міне қазір ашып. Бұны да түсіруге ұмытып кеттім, қазір ашып қойсам да түсірейін деп. Қандай кітап алдым? Мазахир тайсир фи суннати набавия дейді. Әл-ғибадату намудаджан. Пайғамбар саллаллаху алейхи сүннетінде жеңілдіктің көріністері. Бұл менің негізі бұл кітапты алған себебім, менің диссертациялық жұмысым сол пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінде жеңілдету мәселелеріне байланысты, яғни жеңілдету мәселесі болғанда, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи көптеген хадистер келген ғой, жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар деген сынды. Сол ғибадатта жеңілдету, сапарда жеңілдету, оразада жеңілдету, сол сияқты мәселелерді қамтыған шығар деп ойлаймын. Оқымадым әлі, жаңа алып ашып отырмын. Мына жерде де доктор Ахмад Самбурдың Минан Наби иләл Бухари деген кітабы. Бұл кісі Стамбулда бір университетте ұстаз, өзі иорданиялық. Бұл кітапты да оқымадым, тек естідім. Осы кітаптарды иншалла кейін оқимын ғой, енді қазір емес. Дарул Фатихтан екен, но көрейікші қандай. Дарул Фатихтың нелері жақсы, кітаптарының качествосы жақсы. Бір цвет. Осындай Минан Наби иләл Бухари білуім бойынша бұл пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінің тарағаны жайында, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи хадистері қалай тараған, бүйтіп әрдайым былай отырып риуаят етпеген әрдайым. Болған ондай кезде, бірақ көбінесе бір жағдайларға байланысты. Мысалы көшеде кетіп бара жатады, бір оқиға болып қалады, соған қатысты бір нәрсе айтып жібереді. Сол хадис болып сахабалардың жадында қалады да, сосын кейін жазып риуаят етеді. Тағы бір жерде кетіп бара жатады, қажылықтан келе жатады, кетіп бара жатады, соғысқа бара жатады деген сияқты. Сондай жерлерде бір нәрсе айтылады, соны сахабалар естіп алады, біреуге жеткізеді, сөйтіп сосын жазылады деген сияқты. Сол мәселе қозғалды деп білуімше солай деп ойлаймын. Сөйтіп естіген сияқтымын. Иншалла кейін оқып жатсам толығырақ может айтып беретін боламын. Минан Наби иләл Бухари. Мына кітап шыққандай екен. Оның ішінде әдемі, таза, ашық жазулары. Яғни жұмсақ қабықпен. Осындай менің диссертация тақырыбым сол жеңілдету мәселесі бойынша, сүннеттегі хадистердегі жеңілдету мәселесі бойынша осы кітапты алдым. Сосын тағы бір басқа кітап бар, осы жеңілдету байланысты, ол да Тайсир деп басталады. Оны әлі алмадым. Және басқа да өте көп, арабшада өте көп кітаптар бар екен, сол пайғамбар саллаллаху алейхи сүннетінде жеңілдету мәселесі. Қажылық жеңілдету, оразаны жеңілдету, тағысындағы сапарда жеңілдіктер деген сияқты әртүрлі салада жазған, яғни хадис саласында да, фиқ саласында да жазған екен. Мен сол мына ең алғаш қалған кітабым осы өзім диссертацияма байланысты. Мынандай бір сайттан алдым, Джим Китабева деген. Мен бірінші рет алып тұрмын бұлардан кітапты. Ішіне де мынандай не қойыпты, WhatsApp группамызға қатыл деп. Яғни WhatsApp группамызға тіркел дегенсіз ғой, сол жақтан жаңалықтарды көріп отырасың деген сынды. Осы кітаптарым, мына жерде бұрынғы кітаптарым, мына жерде Мабарикул Азхар фи шархи Машарикул Ануар деген кітап алғам. Бұны да 4-5 ай болып кетті. Бұл біздің сабақтарда бар. Бұл Ибн Малак деген ханафи ғалымының шархы. Машарикул Ануар деген кітаптың шархы Мабарикул Азхар. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерін қысқа Бухари мен Муслимде ғана кездесетін хадистерді жинаған. Бұның ерекшелігі, бұл жерде хадистер наху ережелеріне қалай басталады. Мысалы, иннадан басталатын хадистер, сосын ляйсадан басталатын хадистер, сосын мәдан басталатын хадистер, сөйтіп кете береді. Бұны көп оқымадық әлі, аз ғана оқыдық. Мына жерде де бұрынғы кейбір кітаптар, мына жерде усуль шаши бар, Тайсир, Тасхир усуль шаши бар. Мына жерде бұрынғы оқыған кітабым өзімнің Рамадан Бутин Әл-Нисан Мұхайяр ау Мұсайяр деген кітабы бар. Адамның еркі бар ма, жоқ па, әлде мәжбүрлі ме деген. Мына жерде де усуль шаши алдым. Бұны да жақында алып айтпақшы. Шамамен бір ай бұрын алғам.
Ахсан хауаши дейді Лакнауидің. Негізі бұл кітап Лакнауидің несімен хашиясымен менде елде бар еді, бірақ осы баспасы Бушра баспасынан алғым келді. Мына жерде Талбис Иблис, бұл Ибн Жаузидің атақты Талбис Иблис деген кітабы. Бұны бұл бұу кітап, яғни біреудің кітабын сатып алдым интернеттен. Мына жерде Шарх Құтырына да бар. Мына жерде де мынау бір баланың кітабы. Мына жерде де Ахкамул Китман деген кітабы тұр. Бұл менің осы магистрлік диссертацияма байланысты мақалама жазып жатқан тақырыпқа байланысты менің мақалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасырын қылған немесе жасырыңдар деген нәрселері жайында хадистер, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам нені жасырындар деді және өзі нені жасырды, соған байланысты хадистер жинақ, соған байланысты хадистерді жинап, соның шарықтарын беріп, сондай соған қатысты мақалалар жазып жатырмын. Сол кезде осы кітапты пайдаландым. Ахкамул Китман өте жақсы кітап. Ішінде китман деген жасыру деген сөз ғой енді. Не нәрсені жасыру керек, пайғамбар саллаллаху алейхи нені жасырған, қандай секреттер жайында, немесе айыптарды жасыру мәселесі, күнәларды жасыру мәселесі бәрі осы жерде қамтылады. Өте кең ауқымды кітап, фиқи жазылған, яғни фиқ саласынан жазылған. Жаңағыдай соғыста нені жасыру керек деген сынды сондай. Мына жақта енді тағы бірнеше кітаптар бар, иншалла оны кейін тағы көрсетермін. Бұл жерде кейбіреуі новый, кейбіреуі қолданылған, яғни бұл кітаптар дейді ғой, алғандарым бар. Осы полкадағы менікі жартысын елге жібердім.